Мен Тибеттің дәрісін сатам. Давление, сахар, простатит, геморрой, неше түрлі ауруға Тибеттің дәрісін сатам. Қымбат, оригинал шөп дәрі менде бар. Соны алып ішіңдер десем, көп адамдар қымбат дейді. Көп адамның сырты жылтырақ. Сыртында қымбат киім, алтын, бриллиант солай істеп алған, ішінің бәрі шіріп жатыр. Асқазан істемей жатыр. Бауыр ұйқы без кеткен, бүйрек почка кеткен. Простатит, аденома, аяқтар мұздайды. Соған Тибеттің дәрілерін алып ішіңдер жақсы болады десем, қымбат дейді да, қазір көп адамдардың сырты жалтырақ, ішінің бәрі шіріп жатыр. Со шіріп атқанға 300-400 мың, 500 мың шығар, мына Тибеттің дәрілерін еш жақсы болады десем, гарантия бар ма дейді. Ем бола ма, болмай ма дейді. Содан кейін сен жазылмайсың. Тәуекел, ішіп көрейік, Алла шипасын берсін деген адамдар закон емделіп жатыр. Бауырлар, сыртында емес, бриллиант алтын, ішіңде болу керек. Со ішіңде болса, о сырты түзеледі. Адам сырты емес, іші жылтырау керек. Көп адамдар ішінен шіріп жатыр, сырты жалтырап жатыр. Бауырлар, өз қадірін білген адам кісінің қадірін біледі дейді. Өзінің қадірін білмеген адам кісінің қадірін қайдан біледі дейді. Қадірлеу сырттан емес, іштен болу керек. Көп адамда сүт шай ішеді, майлы тамақ жейді, суды көп ішпейді, шайды көп ішеді, сүт шайларды, тәттіні көп жейді, шекерді көп жейді, мына тұзды көп жейді. Содан неше түрлі аурумен ауырып жатыр. Қазір күнде давление, сахар, онкология, рак деген өте көп. Оның барлығы нерв стресстен болады. Мына сахар, давление дегеннің барлығы нерв стресстен болады. Қан қойыласады. Қан қойыласқан екен, организм ішкі құрылысының бәрі кетеді. Көп адамның қаны қойыласып кеткен, сол қан қойыласқан екен, іш қатады, бауырға май басады, көз тұман басады, құлақ шымылдайды, миың істемей қалады. Бауырлар, мендегі Тибеттің өнімдерін мен өзім ішіп мықты болған екен, әрбір мұсылман, әрбір бауырларым ішсін, жақсы болсын деген мақсатпен жүрмін. Мен аз сумаға дәрі сатудан қорқамын, результат шықпай қалама деп. Көп сумаға дәрі берейін десем, қымбат деп алып ішпейсіңдер, сенбейсіңдер, өздерің қиналасыңдар. Мен бір ауыз айтамын, ішесіңдер ме, ішпейсіңдер ме, өздерің біліңдер. Комментарий оқымаймын, WhatsAppқа қарамаймын, керек болсам тікелей звонда. 8 776 280 85 85. Тибеттің өніміне жететін өнім таппайсыңдар.